Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай және де біздің онлайн сабақтарымыз жалғасуда. Сонымен сіздермен Инстаграмды игеруді жалғастырып келе жатырмыз. Осы күнге дейін өздеріңіздің профильдеріңізді ашып, ішін толтырып, аватарыңызды қойып және де ең бастысы фото өңдеуді үйреніп алған деген ойдамын. Фото өңдеуді үйреніп алсаңыздар, енді келесі өте маңызды нәрсе ол мәтін жазуға біз көшетін боламыз. Жалпы кез келген блогердің ең басты машығы ол қаламы, яғни біздің жазу өнеріміз. Егер де сіздер бала кездеріңізден шығарма жазуды жақсы көрсеңіздер, жалпы кітап оқуды жақсы көрсеңіздер, онда сіздердің жазу машықтарыңыз жақсы болу керек. Бірақ егер де олай да болмаса, онда еш уайымдамаңыздар, жазу машығын әрдайым дамытуға болады. Жалпы жазуды дамытудың бірден бір сіздерге пайдалы тұсын айта кетейін, яғни кеңес менен кітапты көп оқыңыздар. Кітапты көп оқыған сайын сіздердің жазу машықтарыңызда өте жақсы дами түседі. Өйткені кітап оқығанда сіздер жалпы тек қана кітаптың ішіндегі мазмұнын емес, жалпы сіздің қиялыңызды дамытып қана қоймайды, жалпы сіздер сөйлемдердің грамматикасына назар аударасыздар. Сөйлемдердің дұрыс жазылуына сіздер көбірек көңіл бөліп, сол сіздердің іштеріңізге жаттала бастайды. Яғни қай сөзден кейін үтірді дұрыс қою керек, жалпы сөздердің құрылымы қандай, құрылысы қандай деген сияқты көптеген өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Және де егер де сіз қай тілде көбірек пост жазатын болсаңыз, сол тілде кітаптарды көбірек оқыңыз. Егер де қазақша постыңыз жазатын болсаңыз, қазақ тілді классика мен қазақ тілді романдарды көптеп оқыңыздар. Енді жалпы біздің Инстаграмдағы контентке келейік. Осы контент деген сөзді сіздер блог сферасында өте көп еститін боласыздар. Өйткені контент дегеніміз жалпы айтқанда ол мазмұн. Егер де сіздің блогыңызды, жаңағы Инстаграмдағы парақшаңызды біз кітап деп алатын болсақ, кітаптың мазмұны бар, иә? Жалпы біз не туралы оқимыз деген сияқты мазмұндар шығады бізде. Дәл сол сияқты біздің мазмұнымыз контентіміз. Яғни сіздің блогыңыз не туралы болады, қандай ішінде тақырыптар болады, жалпы мазмұны не деген сұрақ осы контентке келіп тіреледі. Жалпы контент ол бірнеше түрге бөлінеді. Негізгі түрлерін айтатын болсақ, онда контенттің 3 түрі бар. Біріншісі ол ақпараттық контент. Яғни сіз адамдарға өзіңіздің негізгі бір мазмұныңызды айтасыз. Сонымен ақпараттық контентке келетін болсақ, ақпараттық контент сіздің бүкіл Инстаграм посттарыңыздың мүмкін бір 50% алуы мүмкін. Ақпараттық контентке не жатады? Ол пайдалы ақпарат. Яғни сіздің жаңағы айтқан салаңыз бойынша эксперттік бір көзқарасыңыз, пайдалы бір ақпараттар беру. Мысалға, егер де сіз бьюти жайында түсіретін болсаңыз, онда мысалға шашты қалай күтуге болады, бетті қалай күтуге болады деген барынша пайдалы ақпарат. Жалпы пайдалы ақпараттың көбісі бізде Google-ға жазсақ та көбейіп тұр, иә, ондай мақалалар көп. Бірақ қазірде адамдардың көбісі оны іздеп отыруға шын мәнісінде ерінеді. Сол себепті егер де өзіңізге пайдалы ақпарат керек болса, онда сіз сол тақырып жайында Google-ға жазып, керекті мақалалардан әдемі қылып пост жазсаңыз болады, ол да пайдалы ақпаратқа жатады. Сонымен келесі бізде репутациялық посттар. Мысалға, сізді бір өзіңіздің бизнесіңіз бар, немесе біз сияқты осындай бір онлайн курсыңызды сатып жүрген бір блогер деп алатын болсақ, онда сізге тек қана пайдалы ақпарат емес, сондай-ақ репутациялық посттар жазған дұрыс. Мысалы, сізге келген бір адамның отзывы болуы мүмкін, немесе оның өзгерісі болуы мүмкін. Жалпы сіздің репутацияңызды көрсететін, сізді білікті маман ретінде көрсететін посттар репутациялық посттар деп аталады, және де ол біздің осы ақпараттық контентке кіреді. Келесі нәрсемізді айта кетейік, ол бізде жаңалықтар, трендтер. Өзіңіздің салаңызға байланысты қандай да бір жаңалықтар болып жатыр ма? Немесе трендтер пайда болды ма? Жалпы жаңағы стильді алатын болсақ, мүмкін бір жаңағыдай неделя моды дейді, я, сондай неше түрлі бір жаңалықтар болуы мүмкін. Сол жерлердегі сіз трендтерді жаза аласыз, жалпы өзіңіздің салаңызда сіз тек қана жан-жақты ақпаратты қабылдайтыныңызды көрсетуге болады. Келесі нәрсе ол бізде
жалпы тауар туралы немесе өзіңіздің сатып жүрген өніміңіздің ерекшеліктері. Бұл бізде жарнама емес, жалпы ақпарат ретінде сіз оған айтып бересіз. Өзіңіз туралы, компанияңыз туралы кез келген ақпарат. Мысалға, өзіңіз жайлы қазірде өте бір танымал болып кеткен мен жайлы 10 факт, немесе мен жайлы 10 факт, оның біреуі жалған деген сияқты сондай бір нәрселер ол пайдалы постқа жатады. Тағы да, егер де өзіңіздің өніміңіз болса, онда оның жасалу тарихын, оның бір ерекшеліктерін, құпияларын, фишкаларын, осының барлық, яғни барынша ақпарат, бұның барлығы ақпараттық біздің контентке жатады. Тағы да бір айта кетейін, ақпараттық контент біздің бүкіл контентіміздің 40% немесе 50% алса өте жақсы, жеткілікті. Егер де сіздің постыңыздың барлығы тек қана бір пайдалы ақпараттан, сондай бір тек қана сөздерден, өте үлкен бір мәтіндерден тұрса, ол да бір іш пыстырарлық. Қайта-қайта адамдар пайдалы ақпаратты ала беруден шаршап қалуы мүмкін. Сол себепті бізге келесі контенттің түрі көмекке келеді, ол ойын-сауықтық контент. Яғни ойын-сауықтық контенттің ішіне кез келген байқау болсын, немесе жаңағыдай қазірде өте танымал giveaway болсын, неше түрлі конкурстар болсын, соның барлығы біздің ойын-сауықтық контентімізге жатады. Және де тағы да бір түрі оның провокациялық посттар. Яғни сіз өзіңізге образ, яғни өзіңізге бір имидж жасайсыз. Сіздің имиджіңіздің сіздің сол посттарыңыз арқылы білініп тұру керек. Тек қана пайдалы ақпарат емес, мысалға бір мәселеге қатысты комментарийді өте көп жазатын бір провокациялық пост. Мысалға сіз жазасыз, мен қазіргі жаңағыдай біздің сән әлемімізге мүлде көңілім толмайды, өйткені мынандай деген сияқты сондай бір адамдарға елең еткізетін бір сондай провокация беретін посттардың өзі, ол да бір ойын-сауықтық посттарға жатады. Жалпы ойын-сауықтық посттарды егер де біз ақпараттық посттар 50% десек, онда ойын-сауықтық посттарға бір 40% беруге болады. Сондай-ақ біздің интерактивті жаңағы ойын-сауықтық посттарымызға неше түрлі сауалнамалар, ойындар жатуы мүмкін, және де бір интерактивтер. Сіздер жай ғана бір дүкенге келіп, мысалға мынау туфли жақсы ма, немесе мына туфли жақсы ма, дауыс беріп жіберіңіздер деген сияқты сондай бір сауалнама жіберсеңіздер, адамдарға жалпы бір баға берген, немесе бір нәрсе жайында өздерін ойын айтып, бір жаңағыдай төрелік айтқан өте қатты ұнайды. Сол себепті адамдарға сол мүмкіндікті бере отырып, сіз өзіңізге жақсы статистика жасайсыз, жақсы көптеген комментарийлер жинайсыз. Және де жалпы осы категорияға жататын бір нәрсе, ол эмоция берілетін бір видеолар. Жай ғана сіздің контентіңіз тек қана ақпарат, сондай ойын-сауықтың арасында бір видео қоссаңыз да өте жақсы. Мысалға, оның ішінде жай ғана сіздің билеп тұрған бір видеоңыз, ән айтып тұрған бір видеоңыз, жалпы адамға эмоция сыйлайтын бір видеоңыз болғаны өте тамаша. Айтып кеттік, жаңағы ойын-сауықтық біздің ақпаратымыз 40%, ал қалғаны 10% сонда не болады деген сұрақ бар. 10%-ға сіздер сол баяғы сатылым посттарын жасасаңыздар болады. Егер де өзіңіздің бір бизнесіңіз болса, бір нәрсені тауарды сататын болсаңыз, немесе қызметіңізді сататын болсаңыз, міне осы 10%-дің ішіне соны жазсаңыз болады. Ол жерде тікелей жарнама болуы мүмкін, яғни өзіңіздің мүмкін бір марафон жасайтын шығарсыздар, иә? Сол марафонға шақыру, ол осы кезде болады, нақты ол жерде ақпарат керек, мынандай уақытта, мынандай датада бағасы осыншама теңге тұрады. Келіңіздер, жазылыңыздар, сатып алыңыздар деген осындай сөздермен жазылатын посттардың барлығы ол сатылым посттары болып саналады. Яғни нақты сауда ұсыныстары, қандай да бір жеңілдіктер, акциялар мүмкін өтіп жатқан шығар. Немесе сіздердің өзіңіздің клиенттеріңіздің отзывтары, жағымды пікірлері болсын, осының барлығы сатылым түрлеріне жатады. Сондай-ақ мүмкін сіздер бір арнайы шара ұйымдастыратын шығарсыздар, немесе жұлдыздардың бір жарнамасын қоятын шығарсыздар. Осының барлығы сатылым посттары болып саналады. Бірақ айтып өткенімдей, сатылым посттары біздің бүкіл контентіміздің 10% құрау керек.
керек. Сонымен егер де біз сіздермен өзіміздің контентімізді 7 күнге бөлетін болсақ, яғни апталық контент жасайтын болсақ, онда біздің 4 күнімізде ақпараттық посттар жазамыз, 2 күн ойын-сауықтық посттар жазсақ болады, және де 1 күнді сол сатылым посттарына арнауға болады. Яғни әрине арасын біз бөліп отырамыз. Яғни бүгін сіз ақпараттық жасасаңыз, ертең ойын-сауықтық пост, одан кейін тағы да ақпараттық пост деген сияқты солай араларын бөліп отыру керек. Сонымен достар, қарап отырғандарыңыздай біз контент планға келдік енді. Жаңағы 7 күнді сіздер тек қана ойыңызда сақтап отырмай, мысалға мен 4 күн ақпараттық постты жаздым, енді маған сатылым постын жазу керек деп бәрін мида сақтап отырмас үшін бізге контент план керек. Контент план дегенді сіздер блогерлердің арасынан өте жиі естисіздер. Кейбір блогерлер бар, олардың кәдімгідей кәсіби тұрғыда жасалған контент пландары бар, олар тек қана сол план бойынша жұмыс істейді, немесе кейбір блогерлер өздерінің көңіл күйіне байланысты посттар жазады. Енді әрине мен сіздерге тек қана осыны жаса, мынаны жаса деп айтпаймын. Менің өзім мысалға кейде болады контент планға сүйеніп жасаймын, кейде әрине көңіл күйге де байланысты посттар шығып жатады. Сіздер осы екеуінің жақсы бір ортасын тапсаңыздар өте керемет болады. Контент план бізге не үшін керек? Біз өзіміздің жалпы планымызды, өзіміздің блогымызды жаңағы кітап ретінде қарап, жоспарлы түрде блог жүргізуге өте тамаша. Және де контент план болса, сіздер посттарды күн сайын шығарып отырасыздар. Ал бұл деген Instagram үшін бірден-бір критерий. Яғни сәтті блогтың бірден-бір критерийі осы күн сайын пост шығару. Өйткені кез келген нәрседе бізге тұрақтылық керек. Егер де сіз тұрақты түрде күн сайын пост жазып отырсаңыз, онда сіздің Instagram'ыңыз ерте ме кеш пе әйтеуір өзінің аудиториясын табады. Және де бұл Instagram'ның алгоритміне де өте жақсы. Яғни постты біз қаншалықты жиі шығару керекпіз деген сұраққа осы жерде жауап бере кетейін. Постты бұрындары Instagram'ның алгоритмі қарапайым болған кезде күніне 3 пост, 5 пост жариялау тіпті қалыпты болатын. Ал қазірде егер де сіз күніне 3 посттан артық жариялайтын болсаңыз, онда сіз жай ғана спамер болып кете аласыз. Сол себепті спамер болмас үшін күніне бірақ өте сапалы постты шығаратын болсаңыз, ол өте жақсы жеткілікті. Және де қалған өзіңіздің айта алмай қалған ойларыңызды сіз сториске шығарсаңыз болады. Стористі тіпті өте көп жасай беруге болады. Оның барлығы 24 сағат бойы сақталатын видеолар білетін болсаңыздар. Ал жалпы посттың жиілігі солай бір немесе одан да көп болса, онда 2 пост күніне жеткілікті. Бірақ оның барлығын біз күн сайын шығарып отырамыз. Сонымен достар, бүгінгі сабағымызды қорыта кететін болсақ, біз контент туралы біраз мағлұмат біліп қалдық, контенттің түрлері және де контент план жайлы біз кіріспені ғана білдік. Келесі сабақта енді контент планды қалай құру керек, ол бойынша қалай біз жүріп отырамыз, осы жайында сөйлесеміз.